Достар, Кореяда барлығы дұрыс айдайды машинаны, аккуратно айдайды. Көбісі, иә, бірақ соның өзінде қараңыздар, ескертулерді көп жасап қойған. Мынау мысалға садик мына тұрған. Мына садиктің алды. Бір ескерту, екі ескерту, үш ескертулер міне. Жерде міне үлкен жазылып тұр, стоп деп. Үлкен анық пешеходтар салынып тұр. Мынандай знактар көп мына жерде. Мына айналаның бар сондай знактар. Міне, пожалуйста. Сондай ескертулерді біздің Қазақстанға да көп қою керек сияқты, мектептердің, садиктердің қасынан. Қараңыз, міне стоп. Стоп. Үлкен әріптермен. Ана жерде де стоп деп тұр міне. Ол да адам келе жатқан адам уже мән берді осының барлығына. Міне тағы бір знак, пожалуйста. Балалар, бара байлаңдар деген знактар. Продуктымды алып үйге келе жатырмын, жайылатып, таза жұтып, келе жатып, сол ойыммен бөлісіп кетейін деген ой. Міне мынандай қызыл знакқа дейін қойып тастаған ғой, қарасаңызшы, міне. Лежачий полицейскийдің размерін қараңыздар. 3 метр ма, 4 метр ма, қанша метр? Бізде ше 1 метр ма ары кетсе, өте ыңғайлы, былай плавно көтеріліп түскен. Штрафтардың санын көбейту арқылы жүргізушілерді түзеймін деп ойламай, осындай ыңғайлылықтар жасаса да, көлік жүргізушілері дұрыс айдар ма еді деген менің жеке ойым. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар, пікірге жазып кетіңіздер. Бұл Кореяда тұратын қазақ отбасы. Тіркеліп кетіңіздер.